қазақта танылмаған үлкен данагөй аналарымыз көп қой халықтың ортасында. Соның бірегейі құралайдың әкеге қыздарға таныстыру мақсатында құралай менен үйден дәмдасын деп бәрі жаңағы үйде чудо деп. Шынымен де сондай болды ғой енді. Кеше көптің қыздары бар. Бұрын байырғы бір қанша жылдан бері бірге өткен қыздар сияқты болып кеттік. Өзім де солай. 3-ке дейін ұйықтағам жоқ. Сол айтайын дегенім, жалпы қазақтың әрбір қызы дана ғой. Сол даналықты ашуға жол ашқан өзіңсің. Кеше де айттым, бүкіл қазақтың даласы арам шөпке толып кеткен сияқты сондай бір заман болды ғой. Соның барлығын орып шыққан өзіңнің күшің. Артыңа ерте білдің өзі үлкен қабілет. Ере білген қыздар сіздерге де жол болсын дегім келеді. Осындай алдында осындай айтары бар көш бастар қыздардың артынан ерген әрбір қазақтың қызы мінекей жолдарыңыз болып, бүгін құлыптар ашылып жатсыздар. Бүгінгі ашылып жатқан құлыптарыңыз құтты болсын. Бұл мен енді салт дәстүрді дәріптеп жеген бұл жайдан жай емес. Әрбір қазақтың қыздары бір дана, көреген, сондықтан бойымызда бар қасиеттің барлығын ашатын осындай орталық ары қарай дами берсін. Сіздерге сәттілік тілеймін.